Әрқайсысы 40 қабатты қолданса да, оның шырыны басқа да көкөністерден, сәбіз, қызанақ шырындар сияқты жақсы белгілі емес. 40 қабат өте шырынды өнім, ал барлық пайдалы заттар шырынды енгізеді, ал қалдықтар негізінен қалың талшықтан тұрады. Осылайша, біз витаминнің жоғары мөлшерімен асқазанға оңай, төмен калориялы сусын аламыз. Сіздермен бірге дертке дауа арнасы. Құрметті оқырман, осы айдың соңына дейін 90 мың оқырманға жетуге атсалысуларыңызды сұраймыз. Ол үшін арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің оп-оңай, болмашы ғана әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Орамжапырақ шырынының құрамы. Шырынды өндіру үшін кез келген 40 қабат болуы мүмкін, бірақ олардағы пайдалы заттардың мөлшері әртүрлі. Сонымен 100 грамм ақ 40 қабат шырыны құрамында С дәруменінің күнделікті нормасының 50% және К дәрумені 63% бар. Сонымен қатар шырын құрамында В дәрумені, калий, кальций, марганец, фосфор, мырыш, темір, фолий қышқылы мол. Қызыл 40 қабат шырынынан С витаминінің мазмұны күнделікті нормадан 66%. Сонымен қатар 40 қабатқа қызыл түсті рең береді. Сондай-ақ күшті антиоксидант болып табылатын антиоцияны қосады. Брюссельдегі өсімдік өсіретін дәрумендер мен минералдардың көпшілігі оның құрамындағы В дәрумені мен организмнің мұқтаждықтарын толығымен қанағаттандыратын шырын және В тобының витаминдеріне дерлік толығымен. Сондай-ақ 40 қабат шырыны құрамында метилметионин, У дәрумені мол. 40 қабат шырыны не үшін пайдалы? 40 қабат шырыны асқазанның және 12 ішектің гастрит үшін тиімді құрал болып табылады. Бұл витаминнің құрамына байланысты ағзаға синтезделмеген антиаллергік әрекеті бар және асқазан ішек жолдарының шырышты қабығын емдейтін зат. 40 қабат шырынның сыртқы және ішкі қолдану кезінде қанға төзімді қасиеттері бар. Жараларды және абразауларды сауықтыруға көмектеседі. 40 қабат шырына антимикробтық әсерге ие және қышқылдық жұмсартуларына ықпал етеді. Ол қабыну аурулары, ангина, стафилококк инфекция үшін пайдалы. 40 қабат шырына метаболизмді қалыпқа келтіреді. Шеміршек тіннің және синовалды мембрананың тамақтануын жақсартады. Сондықтан бұл буындар мен омыртқа ауруларының алдын алу үшін өте пайдалы. Органикалық 40 қабат шырынын жалпы ауру болмаған кезде токсиндердің және токсиндердің бөлінуін, кетуін ынталандыру қабілетінен тұрады. Дәмін жақсарту үшін ешқандай қоспаларсыз, тоз қантсыз, жаңа салған шырынды ішу өте тиімді. Тамақты күніне 2 рет жарты кесе немесе шыныдан жарты сағат бұрын ішіп алыңыз. Емдеу курсы 1 айдан астам уақыт бойы жалғасады. 40 қабаттың құрамында ағзаға сергектік беретін сөл көп. Сондықтан оны жұмыстан шаршағанда, қажығанда жеген өте пайдалы. Капуста қалай жесе де пайдалы. Ашыған 40 қабат тәбетті асқазанның сөл бөлінуін күшейтіп, ас қорытуды жақсартады. Ашыған 40 қабатты ас қорыту жүйелерінің бұзылуының, қажалдау, құсу, кекіру, жүрек айну, ақылы қату алдын алу үшін пайдалануға болады. Ашыған 40 қабатты ас қорыту жүйелерінің бұзылуының, қыжылдау, құсу, кекіру, жүрек айну, ақылы қату алдын алу үшін пайдалануға болады. Ашыққан 40 қабат семіруге, шыжындыққа қарсы ем. 40 қабат сөлі бұзылмаған асқазанның әлсіреуін, қарын, ұлтабар жарасын, өт қабының, бауырдың әртүрлі ауруларын, асқазан қабынуын, тоқшек жарасының қабынуын емдейді. Сары ауру мен көк бауыр ауруларында 40 қабат сөлін ішу қажет. 40 қабат шырыны асқазан сөліндегі қышқылдың көбейген кезінде қарын ауырғанда қолданылады. Ауыз қуысы ойылып, қабынып ауырғанда 40 қабат сөлін сумен араластырып, ауызды тамақты шаяды. Бас ауырғанда, буын сырқырағанда, ауырған жерге 40 қабаттың жас жапырағын жабыстырса, ауруды тез басады. 40 қабаттың құрамында асқазан жарасына ем болатын заттар бар. Оның шырына бауыр ауруына да ем болады. Оны ішкеннен кейін аурудың жанға батқаны азайып, бауыр қалпына келеді. 40 қабат шырынның құрамында күкірт пен хлор, йод асқазан мен ішектің шырышты қабығын тазартады. Ол ұлтабар жарасында жазады.
бірақ қырыққабатта ем екен деп оңды-солды жей беруге болмайды. Оның емдік қасиетін пайдалану үшін шырынын 100 граммнан күніне 3 рет ішу керек. Оған сәбіз шырынын қосып ішсе, әсері одан да жақсы. Бұл үшін 100 грамм қырыққабат шырынына 200-300 грамм сәбіз шырынын қосса жетіп жатыр. Ем болсын. Видеоны жақындарыңызбен және достарыңызбен бөлісіңіз. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болайық. Ауырмаңыздар. Дендеріңіз сау болсын.